Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге осындай өте нәзік қайнатпалы креммен жасалатын пирогтың рецептін көрсететін боламын. Жасалу өте оңай, сіздің көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Жұмысты қайнатпалы крем жасаудан бастаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның сарысының үстіне шекер салып, венчикпен жақсылап араластыру керек. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ, тек қана венчикпен араластырсаңыздар болды. Кішкене араласқаннан кейін үстіне кукурузный крахмал қосамыз. Міндетті түрде жүгері крахмалы болу керек, қыздар. Одан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған сүтті құямыз. Тағы да кішкене араластырып жіберіп, осыны отқа қойып, қоюланғанша міндетті түрде араластырып тұрамыз. Осындай қою масса болғаннан кейін алып, ыстық күйінде бөлме температурасында тұрған сармайды салып жібереміз үстіне. Жақсылап араластырған кезде осындай жылтырап тұратын әдемі крем шығады. Енді бетін жабыстырып осындай пищевой пленканы жауып, бөлме температурасында суытуға қойып қоямыз. Ол суымын дегенше бисквит жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаға шекерді салып, миксермен шекер ергенше араластыру керек. Кейіннен біз ақ маймен сүт құйып үстіне, одан кейін електен өткізілген ұнға 10 грамм разрыхлительді қосып, араластырып жіберіп, 3 бөлікке бөліп жаңағы тестамызға құятын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз ұнның. Біздің тестамыз дайын болды. Оны мен 22 сантиметрлік формаға жасап жатырмын. Негізі дәл осыны 24 сантиметрлік формамен жасасаңыздар да болады. Енді жаңа қайнатпалы кремді осындай мешокқа құйып алып, полный үстіне осылай жайғастырып шығамыз. Кейіннен вареный сгущенка алып, оны да осылай істеп шығатын боламыз. Қыздар, негізі басқа да түрлі джемдермен алмастырсаңыздар болады. Осыны енді дайын болғаннан кейін 180 градуста, 160-180 градус аралығында 25-30, одан да көп минут пісіресіздер, қыздар. Өздеріңіздің печкаларыңызға байланысты. Піскен осылай деревянный шпажкамен тексеріп көресіздер. Және де қыздар, осында керемет біздің пирогтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Және де менің арнама әлде жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыздар. Менің арнамда неше түрлі қызықты рецепттер көп болады, қыздар.